Қошеметтеріңізбен Қарағанды құрамасы. Өлі Астана қайырлы кез! Рас, осылай сахнада ойнап күлу ол тәуелсіздіктің арқасында. Міне, тәуелсіздігімізге 25 жыл ата-бабам білектің күшімен, найзаның күшімен барлық қазақ ел, бауырым мына кезін жыртылып қапты ғой. Құрметті көрермендер, көбісі айтып жатады бізді ең әуенді топ деп. Бауырым мына кезін натуре жыртылып қапты ғой. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай дайындық мықты. Қай бір жетіскен дайындық дейсің? Нәшәр? Құрметті көрермендер, сіздерге арнайы Қарағандыдан мықты әзілдерімізді әкеп келдік. Қай бір жетіскен әзіл дейсің сол? Багаж ғой сол? Не ғой, бауырым? Мүмкін сен өзге амандаңа барарсың, Көрермен таңғалдыратын не бар бізде? Менде бар, менде миниатюра бар, Сәке. Қандай миниатюра? Миниатюра шайнек. Заңғар, андағы шайнекке мүлдем құсамайды. Зато түрді қарасай, Сәке. Кока, сен не жоғалтын тағы да? Фигурам жоғалтадым. Фигураңыз тапқанша шайнектен шай іше тұрмадыңыз. Ендеше, базар жоқ театрынан 05 ставкаға жұмысқа тұрып алған Қарағанды облыс құрамасы кетті! Тағы да қайырлы кеш, достар. Жалғастырамыз. Ауыл, өрістен қайтып келе жатқан қойлар. Арасында бір қойдың басы ауырып келе жатыр. Маңыраманда жолсызда бас бауып келе жатыр. Жалғастырамыз. Қазақстан эстрада жұлдызы Қайрат Нұртас пен Ресей Федерациясының эстрада жұлдызы Тимати бір гримеркада. Ассаламағалейкум, Тимати. Саған мама баклажанды менімен бірге айтсын деп отыр. Құрметті көрермендер, жасы 40-қа толған ерке қыз әкесімен. Папа, мен тұрмысқа шығайын деп атырмын ғой. Кімге? Сабыржанұлы Қасымға. Қасымға шықпайсың кеуге. Папа, шығам! Қасымға шықпайсың дедім, шықпайсың. Папа, шығам! Шақсы, жылама, шығасың. Шығам ба? Шығасың. Енді де! Қасым әлі білмейді оны. Құрметті көрермендер, елестетейік, өз ауласын ұстайтын крутой мысық. Мяу. Біреуіміз білсек, біреуіміз білмейміз. Біздің командадағы аңсаған, біздің жетекшіміз Тұрсынбек Қабатов мырзаның жеке жүргізушісі. Кеттім. Ауызбен еске алып тағасың ма? Басеке, қалыңыз қалай? Жақсы. Жоқ, мына кезде қалыңыз бар еді, сол қалай деп отырмын. Басеке, жұмысыңыз бітті ма?
Жүрсеңізші. Апарып жүріңіз, не жұмыс Құдайдың құтына кез тұрады? Басеке, капотты баспай. Айналып өтсеңізші. Неге жай жабасыз? Шамал қат жаппайсыз? Неге қат жабасыз? Неге жай жаппайсыз? Ремені сағыңыз. Басеке, біраз елдер сенбейді маған ше сіздің жүргізуші екеніңізге. Сізбен бір естілікке бір фотоға түсейік. Сотканы қарсаңызшы. Аузыңызды ашыңыз, қа мода отыр. Басекем, қазір давайте қойын. Қаттырақ басшы ішме. Басекем, ана қызды тоқтатып, өзімізден бірге әк кетпедік пе? Таксовать етіп, ақшасын бөліп аламыз? Жақсы. Қанша тұрға дейін бешсіз? Әлі есікті ашқан жоқ ма? Қанша тұрға дейін бешсіз? 500. Отырыңыз, 500-ге келіңіз отыр. Артық отырасыз. Басеке бізде газель емес пе? Қандай арт? Арты полный мебель ғой. Қасына отырыңыз. Басеке, енді біз үшеуміз. Бізде. Ағай, сүйіп отырсыз? Не істеп отырсыз? Сүйіп отырсыз? Сүйіп отырмын, я сүйіп отырмын. Мен сүймай жатырмын, кішіне жылжыңызшы. Басекем, біз енді үшеуміз гаишті тағылмасын. Гаишті тағылмасын шамал үйдің арасымен жүрейік. Үйдің рөлді бүйтіп бұрып ап, үйдің... Бұрылсаңыздаршы, үй жақ қара. Ой, на кездің жолдары жаман екен ғой. Басеке шамал образға кіріп өтсеңізші. Ағай, мен мына жерден түсіп кетейін. Міне 500. Рахмет. Есік жапсайшы. Жай жаппайсыз. Таңғының есігімен жай жаппайсыз. Басеке, 500. Келіскендей, қақ ортасынан 150 сізге, 150 маған. Ой, кайма. Жол патрульдік полициясы. Инспектор Жылқайдаров. Таныдым ғой мен сізді. Газельмен не істеушісіз, аға? Таксовать етіп жүрік. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Менікі ғой. Көрдіңіз бе? Мен арқамда танып атыр бәрі. Мен арқам ғой. Басеке, келдік. Рахмет. Салонды баспай, Басеке, салонды баспай. Біресе капот, біресе салон. Басеке, құдай не болды? Жұмыстан шығып қайттан жұмысқа келдік пе? Құрметті көрермендер, көріп тұрсыздар, тек біздің бастық қана жұмыстан шығып жұмысқа келеді. Бас қаттырақ. Болмай жатыр. Құрметті әділ қазылар алқасы, жартылай финалда тұрып қалдық. Финалға дейін итер жересіздер ме? Құрметті көрермендер, біз Қарағанды облысының құрамасы сыртымыздан қарағанда қаланың балаларына ұқсағанмен барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Ауылдың құртын жеп өстік, ауылда ат мініп өстік, ауылда мал бағып өстік. Жалпы айтқанда қазақи ауылдың қара домалақ балаларымыз. Сіздермен болған қалада тұрса да ауылын ұмытпайтын Қарағанды облыс құрамасы. Рахмет.
Бәрекелді. Қарағанды облысының құрамасы